Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жуи Сенжанова. Бүгін біздер өте оңай әрі өте дәмді қылып сосиски в тесте дайындайтын боламыз. Қамырына бірінші бізге су керек болады, дрожж керек болады, қант, тұз және майонез керек болады. Нақты мөлшерін төменге тастап кетем, сол жерден көріп алсаңыздар болады. Сосын онымен осылай қамыр елейміз, ұн қосып. Қамырымызды жұмсақ қылып елейміз. Сосын майлап қоямыз, осылай өте күшті болып шығады, күшті көтеріледі. Сосын сосискемізді енді өзіңіздің қалағаныңызша істеуге болады. Мен осылай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Сіздер бөлмесеңіздер де болады. Міне көтерілді біздің қамырымыз, енді дайындауға кірісетін боламыз. Әртүрлі форма жасасаңыз болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша, фантазияңыз бойынша әдемілесеңіздер де болады. Мен қазір өрім түрін көрсететін боламын. Өте әдемі болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер, өте дәмді ең бастысы. Міне бәрі біркелкі шығу үшін кесемен осылай кесіп аламыз. Өте оңай, уақытыңызды үнемдейсіз осылай кесемен істейтін болсаңыз. Міне. Енді осыны кішкене қалыңдау болып кетті. Мен де сосын осылай еліп жатырмын. Ортасына салып, осылай әдемілеп істейтін боламыз. Өте әдемі болып шығады. Міне. Барлығын осылай жасап шығамыз. Духовкаға пісірсеңіз де болады, дәл сол күйінде қуырып алсаңыз да болады. Мына жұмыртқаның сарыуызын жағып жатырмын. Және де кунжут себем бетіне. Міндетті түрде істеп көріңіздер, отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Егер рецепт ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.